Мұқағали Мақатаевтың ұлы Жұлдыз Мақатаевтың естелігінен. Менің әкем ресми құжат бойынша 1931 жылдың 9 ақпанында дүниеге келген. Алайда әкемнің туған күні жөнінде әлі күнге дейін екі түрлі мәлімет беріледі. Нағиман әжеміздің айтуынша 8 наурыз күні дүние есігін ашқан екен. Әкем 1948-49 оқу жылдары Қазмудың филология факультетінде, кейін шет тілдер институтының неміс тілі факультетінде оқиды. Өкінішке қарай, екі оқуында тұрмыстық жағдайға байланысты тастауға тура келеді. 1949 жылы оқуды тастағаннан кейін Шүйбұт ауылдық кеңестің хатшысы болып қызмет атқарады. Сол жылы анам екеуі отау құрады. 1954 жылы Қарасаздағы бастауыш мектепте орыс және неміс тілінен сабақ береді. 1957 жылы Қазақ радиосының дикторы болып қызмет етеді. 1963 жылы Алматы қаласына қоныс аударады. Әкем өте балажан азамат еді. Жанары жанып тұратын. Ылғи да кеудесін тік ұстап жүретін. Балаларынан әкелік мейірімін аяған жоқ. Біреуге жақсылық жасағанды жаны сүйетін. Бірде үйге бір топ жігіттер келіп, әкеме алғыс айтып ризашылықтарын білдірді. Сөйтсе олар түрмеде жатып, әкемнің өлеңдерін оқып, содан тәлім тәрбие алыпты, мінез құлықтарын түзепті. Тіпті әкеммен хат алмасып тұрыпты. Олардың іздеп келгеніне әкем кәдімгідей риза болып қалды. Әкем еңбекқор еді. Шабыты келсе күй талғамай жаза беретін. Жақсы өлең жазса балаша қуанып, барлығымызды дауыстап шақыратын. Анамыз қазақ тілі мен әдебиетінің маманы болғандықтан, ең әуелі жарының пікірін сұрайтын. Сол кезде арқалана өлең оқыған сәттері әлі есімде. Ол кісінің құлаққа жағымды қоңыр дауысы бар еді. Алматыға алғаш келгенде бокспен де айналысыпты. Әкеммен бірге жаттыққан Рашковты кейіннен мықты жаттықтырушы болды деп естідім. Сосын саятшылықпен айналысатын. Қыста шаңғы тебетін, жазда көбіне көкпар тартатын. Сондай-ақ шахмат, бильярд ойындарын жақсы ойнайтын. Тағы бір есімде қалғаны, біздің үйге Шәмші Қалдаяқов жиі келетін. Екеуі бірде дайын әуенге мәтін жазды. Қазір ойласақ сол Талдықорған ән екен. Ол кезде Панфилов көшесінде тұратынбыз. Шәмші аға, мына сөздерің менің әуеніме сай келмей тұр, қайтадан жазшы десе, әкем шыр-пыр шығып, ішімнен шыққан дүниені мен неге өзгертуім керек деп көне қоймады. Сөйтіп екеуі біраз айтысқан еді. Мұқағали Мақатаевтың жары Лашын Әзімжановының естелігінен. Өсектер, өсектер. Өсек кімнің жүрегіне қанжар салмаған, өсектер кімді ажыратпаған. Осындай қолмен қойған өсектерге Мұқағали ермейтін, елемейтін. Мен әйел адам емеспін бе? Тез ашуланып күйіп пісіп қалатынмын. Мұқағали мұны баласымен жеңгедей алыпты дегенде естігенде тіпті жұмысқа бармай жатып алдым. Бүкіл ауыл мені қолдан өсірген, бүкіл аудан біледі ғой, солар куә. Шәкірттерім де қаншама. Өсек дегеніңіз микробтар секілді өте тез өрбігіш. Ақиқатын көре тұра кей адамдар осыған маманданып та кететін сияқты. Бұл өсектер Мұқағали бұрқыратып өлеңдерін жазып жатқанда да, ауырып емханада бір тамшы су жұта алмай жатқанда да, тіпті өлгеннен кейін де сумаңдап жатты. Өсек айтушылар көкей берсін. Жақсының артынан сөз ереді деген. Өлеңдері өрттей, дарыны дауылды ақын Мұқағалидың кейбір тентек мінездеріне кешіріммен қарап, сарғая күткен қазақтың қарапайым қызы, оның сүйікті балаларының анасы, адал жарына сол өсекшілердің бас июлеріне болады. Өсегін айта отырып, содан ләззат алатын, әңгімесіне ондай өтірікті қоспаса ас батпайтын адамдардың аузына қалай қақпақ болайын. Менің өмірден бір тоқығаным,
Құдай ең бірінші өтіріктен, өсек аяңнан сақтасын деп тілеңіз. Мен ауылда жүргенде Мұқағали Алматыдан қызыл жейдесімен алаулап келе жатқанда, мен жеңушімін дегендей ауылдағы барлық өсен аяңды ысырып, маңдайы жарқырап күлімсіреп, бірден балаларын құшағына алатын. Өзі қысыл түсті ұнататын. Мұқағалидың Алматыда жүріп қалуы қаншама өсектер әкелді. Оған да төзесің. Әсіресе өсектер жалғыз жүргенде жаныңды қалай қариды. Күйіп жаның сүйген ғашығыңның саған селсоқ қарауынан ащы азап жоқ деп ұлы жазушымыз Горький айтқандай, өсек сөздер өзегімді өртеді ақ. Фариза Оңғарсынованың естелігінен. Мен Алматыға Қазақстан пионері газетіне редактор болып келдім. Сонымен Астанадағы өмір басталды. Жаңа ортаның психологиялық салмағы жеңіл емес екен. Бір күні Ақштап Бақтывериева келіп, сенің кітабыңның редакциялық талқылауы болатын көрінеді, соған келсін деп жатыр деді. Екеуміз бардық. Баспаның поэзия бөлімінің меңгерушісі Қадыр Мырзалиев те, менің кітабымның редакторы Сағи Жиенбаев екен. Менің редакциялық кеңес талқылау дегеннің не екенінен хабарым жоқ. Ол кезде жазушы баспасы Коммунистік проспектісінің бойында, Қазақстан жазушылар одағы үйінің бірінші қабатында болатын. Менің кітабымды талқылау басталды. Марқұм Шәміл Мұхамеджанов Ғафу ағамыз келді. Бір кезде есікті айқара ашып, еңгезердей қызыл шырайлы жігіт кіріп келді. Бұған дейін көрген емеспін, бірақ тани қойдым. Мұқағали Мақатаев. Жұлдыз журналында қызмет істейді деп Ақштаптан естігем. Қарлығашым келдің бе кітабы арқылы сырттай жақсы көретінмін. Отырды, жұрт сөйлеп жатыр. Сағи ағамыз Фаризаның өлеңдері тым анайы, ой сезімін тым ашық айтады, ал бұл шығыс әйеліне жат қылық. Мысалы, адам деген бақыттан тұншығады, әшірін сәтте бойында қан тасыған, біздер жаққа қарауға қымсына ма, ай жатыр шалқасынан, дейді. Яғни айдың қымсынуына қарағанда лирикалық екі кейіпкер кісі қызығарлық іс істеп отырмаған болу керек, деп тағы көп мысал келтірді. Бір кезде Мұқағали орнынан атып тұрып, «Әй Қадыр, Сағи, мына қыз...» Бұрышта адамдардың арасына түскен мысықтай бүрісіп отырған мені сұқ саусағымен шұқшия нұсқады. Күн ертең сендерді ұрып кетеді. Шамасы жер соқтырады деп тұрған-ау деп ұқтым. Бетің құрсын кәпір дегені. Сөйтті де әуелі осы қыздай өлең жазып алыңдар деп есікті тарс жауып шығып кетті. Не жыларымды, не күлерімді білмей, бетің құрсын дегені несі деп аласапыран ойларымен мен отырмын. Ақштап, сен көңіліне алма, оның жақсы көргені солай, сүйген құлын шынағым дейдінің кері ғой деп сыбырлады. Менің Мұқағали ақынмен алғашқы кездесуім еді бұл.